Ұлы Абайдың 180 жылдығы қарсаңында Семейге сый жасаушылардың саны артып келеді. Солардың алғашқыларының қатарында Мақаншы ауданы бар. Шекара шегіндегі жерлестеріміз 16 қанатты Ақшаңқан кигіз үйді бейбітшілік аралына тігіп берді. Енді қала тұрғындары мен қонақтары аралды аралай жүріп, кигіз үйден ұлттық тағамдардан дәм таталады. Шалғайдағы ағайынның тартуы жоғары бағаланған аймақ басшысы Берік Уәли қалалықтар атынан алғыс айтты. Семейдегі көрікті жерлердің бірі бейбітшілік аралы тіптен құлпыра түсті. Аралдың ажарына, әр сымбатына сән қосып тұрған мына бір ақ үйді Мақаншы ауданы тігіп берді. Облысымызда өтіп жатқан туған жерге туыңды тік инвестициялық форумы қарсаңында ақ үйдің шаңырақ көтеруіне куә болған аймақ басшысы шараның мәні үлкен екеніне тоқталды. Бұл өте үлкен құптарлық іс. Сол себепті басқаларға үлгі болатын іс. Сол себепті біз өте қуанышпен қарсы аламыз. Мына туған жерге туың тік дегенде біздің мақаншылықтар сөзбен емес іспен кигіз үйін тігіп бастап кетті деп айтсақ болады. Кигіз үйін тікті, туған жерге өзінің үлестерін қосып жатыр. Міне енді бұның мән мағынасы өте зор. Ұлы Абайдың 180 жылдығына қарсаңында осындай кигіз үйді тартып өткен Мақаншы жұртына тағы да алғысымызды білдіреміз. Рахмет. 16 қанатты үйдің аумағы да үлкен. Бір мезетте 150-ге жуық адам еркін сыйып кетеді. Еңсесі биік, алыстан мен мұндалап көрінетін киіз үй қала тұрғындары мен қонақтарына қызмет көрсетіп, сейіл құрушылар емін еркін кіріп, дәм таталады. Мақаншы ауданынан шыққан кәсіпкерлер бар. Алматыда, Семей қаласында тұратын сол кәсіпкерлердің көмегімен осы бүгінгі күні осы кигіз үйді сый етіп, оның жаңағы ішіндегі оформлениясы бар, сырт келбеті бар. Соның бәрін осы Мақаншы ауданынан шыққан кәсіпкерлер ағайындардың арқасында бүгінгі күні Семей қаласына сыйға беріп отырмыз. Киіз үйдің ашылуында қайта жаңғырған атақты Інжу Маржан ансамбль өнер көрсетті. Осыдан 3 ай бұрын Мақаншы ауданына жасаған жұмыс сапарында облыс әкімі өнер ұжымын қайта жандандыру қажеттігін айтқан болатын. Бастама жүзеге асып, бөлінген қаражаттың арқасында ансамбль өз жұмысына кірісті. Бейбітшілік аралына тігілген киіз үй мақаншылық ағайынның ауызбіршілігін көрсетеді. Елмек Исабаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.